Мына әдеттер сенің ұрығыңды өлтіреді. Бүгін біз көптеген ер азаматтар мән бермейтін, бірақ күнделікті істеп жүрген әдеттерін талқылайтын боламыз. Егер де сіз бала жоспарлап жүрсеңіз, немесе жаңадан үйленген болсаңыз, өзіңіздің денсаулығыңызға қарайтын ер азамат болсаңыз, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Мен уролог-андролог дәрігер Ерсұлтан Қайратұлы парақшамда көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін болам. Подписаться етіп, осы видеоға лайк басуды ұмытпа. Олай болса бастайық. Ең бірінші, біз жұмыртқаларымызды қыздырмауымыз керек. Көптеген ер адамдар аяққа ноутбугын қойып шұқылай береді, немесе ноутбукпен ойын ойнайды. Кейбіреулер жаңағындай аптасына 2 рет, 3 рет баняға барады, ыстық парда отырады. Біздің жұмыртқамыз бекерден бекер ол денеден салбырап тұрмайды. Дененің температурасы 36-да 6 градус болатын болса, жұмыртқаның температурасы 34 градус. Яғни 2-3 градусқа төмен жүреді. Сол үшін ол бізде салбырап тұрады. Және де байқасаңыздар, жазды күні күн ыстықтаған кезде біздің жұмыртқамыз одан сайын салбырап түседі. Соны кейбір жігіттер қорқып жатады, не болып қалды мынаған деп. Ол защитный реакция. Организмнан жұмыртқаны алысырақ қою, былайша айтқанда салбырап кету, ол защита болып саналады. Одан кейін жаңағыдай ер адамдар баняға көп барады, айтып өткендей. Көбісі жаңағындай подогрев сиденья қосып алады, немесе тар жаңағындай іш киімдер киіп алады. Ол іш киім тар болған сайын ол денеге жақын орналасады. Сол үшін осы кезде жұмыртқадағы температура көтеріліп, жұмыртқаның ішіндегі сперматозоидтарға ыңғайсыз орта туады. Сіз өзіңіз елестетіңіз, как будто сізді алып бір баняға кіргізіп, парды беріп бір күн бойы ұстап отырсаңыз, сіздің жағдайыңыз нашарлап, немесе мүлдем сол жерден шыға алмай қаласыз. Осындай ситуация сіздің де спермаңызда әбден болуы мүмкін. Ол сперматозоидтар жаңағы әйелдің жатырына кірген кезде өзінің жаңағы баратын жеріне дейін жете алмай қалады. Олардың қозғалыштығы төмендеп кетеді, немесе сапасы түседі. Екінші бізде ол зиянды әдеттердің бірі темекі. Темекі ол сперматозоидтың ДНК-сына прямой әсер ететін ең зиянды заттардың бірі болып табылады. Бұл кезде жаңағы бала әртүрлі аурулармен туылуы мүмкін, немесе сперматозоидтың ДНК-сында жаңағы молекулярный өзгерістер алып келеді. Ал үшіншіге келетін болсақ, ол әрине бізде алкоголь. Көптеген ер азаматтар ойлайды, біз алкогольді аз-аздан ғана ішіп жатырмыз ғой, ол еш нәрсеге әсер етпейді шығар деп. Керісінше, сіз аз-аздан ішкен сайын, алкоголь болсын, пиво болсын, бұлардың барлығы еркектік тестостеронды түсіреді. Ал тестостерон ол біздің жұмыртқамыздан бөлінеді. Бірден-бір жаңағы ұрықтың, былайша айтқан кезде мықты болуына, ұрықтың қозғалғыштығына да осы тестостеронның әсер ету факторы өте жоғары. Және де осы пиво зиян емес деп көбісі айтып жатады, керісінше пиво ол қатты зиян. Не үшін? Оның ішінде эстрогенді көтеретін ферменттер бар. Эстроген бізде әйелдік гормон. Әйелдік гормон естественно көтерілген кезде біздің еркектік гормон тестостеронымыз төмендей береді. Ал төртіншіге келетін болсақ, төртінші ол бізде көп қозғалмау. Көп қозғалмаудың салдарынан мына кіші жамбас астауында бізде іркілістер пайда болады. Жаңағы жұмыртқамызда айтып жатады ғой, жаңағы қан тамырларда іркіліс пайда болғаннан кейін варикоцелия диагнозының жаңағы шығып кету қаупі өте жоғары. Ал варикоцелия қазіргі таңда бедеуліктің ең бірінші жауы осы варикоцелия тұр. Варикоцелия болған кезде жамбас астауында жаңағындай қан тамырлар кеңейіп кетеді, немесе қан тоқыраулар болады. Ол өз кезегінде жұмыртқаны қыздырады жаңағы қан. Сол үшін варикоцелияның бірден-бір себебі жаңа аз қимыл қозғалысты алып келуі мүмкін болып, ғалымдардың сондай зерттеулері қазір табылып жатыр. Бесіншісі бізде артық салмақ. Артық салмақ кезінде бізде висцеральды аймақта майлар көп жиналады. Ал майлардың көп болуы ол тестостеронды түсіреді. Тестостерон бізде бағана айтып өткендей, ол ұрыққа тікелей әсер ететін бірден-бір гормондардың бірі болып табылады. Артық салмақ және де әйелдік гормон эстроген дедік қой, соның да көтерілуіне тікелей әсер ететін нәрсе. Сол үшін артық салмақтан арылыңыздар жігіттер. Алтыншы бізде стресстің көп болуы және де ұйқының аз болуы. Стресс бізде бірден-бір кортизол гормонын көтереді, ал кортизол гормоны тестостеронға тікелей жүретін гормондардың бірі. Кортизол көп болса тестостеронымыз төмендейді. Және де ұйқы. Негізі тестостерон бізде ұйқы кезінде бөлінеді, основном 70%-ға дейін. Бұлай қарап тұрсаңыз, тестостеронның ұрықтың жаңағы пайда болуына, ұрықтың қозғалғыштығына, ұрықтың сапасына тікелей әсер ететін бірден-бір гормондардың бірі. Және де ол еркекке еркектік қасиет беріп тұрған осы біздің тестостеронымыз. Жетінші бізде дұрыс тамақтанбау. Яғни біз жеп жүрген тамақтардың құрамында цинк, селен, Б дәрумендері жеткіліксіз болатын болса, олар біздің жаңағы осы айтып өткен дәрумендер біздің ұрығымызға тікелей әсер ететін пайдалы витаминдердің бірі болып табылады. Ал біз оларды жемейміз, оның орнына керісінше донер, фаст
фастфуд, кола, неше түрлі нәрселерді жеп ішіп өзіміздің организмімізді улап жатырмыз. Жоқ, жемеңдер мүлдем деп айтпаймыз, бірақ бұл жерде жаңағындай кейбір кісілер бар, только фастфуд жейді. Осы жігіттерді основном қазір жастарда осындай проблема өте көп кездесіп жатыр. Негізі бізде қарап отырсаңыздар, сперматозоидтар 2-3 айдың ішінде жаңарып обновляться етіп отырады. Егер де сіз өзіңіздің жаңағындай өміріңізді өзгертем деп сондай шешім қабылдайтын болсаңыз, міндетті түрде сіздің жаңағы дұрыс жеген тамағыңыз ол ұрығыңызға тікелей әсер етеді, және де ұрықтың пайда болуына, оның дұрыс жетілуіне бірден бір әсер ететін сіздің өмір салтыңыз. Қазір мен сіздерге ұрықтың сапасын қалай жақсартуды айтып өтемін. Осы нәрселерді міндетті түрде қолданыңыздар. Кеңірек іш киім киіңіз, кеңірек шалбар киіңіз. Одан кейін жаңағы подогрев сиденье дейді ғой, соны қоспауға тырысыңыз. Керісінше жаңағындай баняға барған кезде ыстық парға көп кіруге тырыспаңыз, егер бала жоспарлап жүрсеңіз. Және де фастфудты, әртүрлі газировкаларды азайтыңыз. Сонымен қатар спортпен айналысыңыз, көбірек жүріңіз, артық салмақ жинамаңыз. Осы қарапайым нәрселерді істеу арқылы сіз өз денсаулығыңызға былайша айтқанда күтім жүргізесіз. Және де ең бірінші дұрыс ұйықтаңыз. Дұрыс ұйықтаған кезде ғана біздің организміміз дем алып, өзін ертеңгі күнге дайындайтын болады. Осындай пайдалы ақпараттар жіберіп алмау үшін каналға подписаться етуді ұмытпаңыз.